Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін осындай өте әдемі, дәмді ас жасаймыз. Ол үшін бізге ет, менде жылқының еті, сәбіз, пияз, картоп, жұмыртқа, томат пастасы, дәмдеуіштер, ұн қажет болады. Қамыр жасаймыз. Ол үшін ұнды міндетті түрде електен өткізіп, үстінен тұз сеуіп, араластырып, жұмыртқамызды қосып, түсіне қарай куркуманы салып, өте қатты қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Салафанға салып, тындырамыз. Қазанымызға және табамызға сұйық май құйып қыздырамыз. Көкөністерімізді турап шығамыз. Майымыз қызды, енді етімізді қуырамыз. Салмасына тұз, бұрыш қосып араластырамыз. Етімізге сарымсақты қосып, араластырамыз. Тұз бұрышын қосып, араластырып, үстіне томат пастасын салып, жақсылап араластырамыз да, үстіне салқын суды құйып, оты бәсеңдеп, бұқтырамыз. Етіміз дайын болды. Енді үстіне картопымызды салып, піскенше күтеміз. Қамырымыз тынды, өте тегіс болып шықты. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп тастаймыз. Егер де қамырымыз осылай жыртылмай, қайтадан орнына келсе, онда қамырымыз өте дәмді болып шығады. Қамырдың үстінен кішкене сұйық майды құйып, салмасын салып, осылай тегістеп шығамыз. Рулет қылып орап, осылай турап шығамыз. Немесе ұзыннан қалдырып, мантываркаға салып, пісіреміз. Подливымыз дайын болды. Менімен бірге жасаңыздар. Баршаларыңызға ас болсын.